Сенің қарызың көп болса, сен тіпті бар ғой бір құлдық санада жұмыс істейсің. Сенің басқа вариантың жоқ. Көне бересің бәріне. Көне бересің. Ол біздің қазір қазақстандықтардың көбісінің жағдайы. Сіздің ойыңызша қазір 21 ғасырда әйел адам табыс тапқан дұрыс па? Әлде сол күйеуінің тапқанын әдемілеп жаратып үйдің берекесін сақтап отырған дұрыс па? Әйел адам жұмыс істемеу керек. Әйел адам диплом қажет емес, оған үйде отырып тамақ пісіріп бала бақса болды дейді. Ол әйел адамның баланы бағып жатқан кезде кімді өсіріп жатқанын біз ұмытып кетеміз. Ал ер адамның тапқан 50 теңгесі әйел адамның тапқан 50 мыңға қарағанда берекесі көбірек дегенге қалай қарайсыз? Когда адам работает как құл құсап жұмыс істей береді, дым өзіне уақыты жоқ, ол бір күні жарылады. Айгүл ханым, қайырлы күн. Уақытыңызды бөліп келгеніңізге көп рахмет подкастқа. Бүгін бізде қонақта Айгүл ханым қаржыгер. Өзінің блогы бар, ол жақта қаржылық сауаттылықпен айналысасыз. Соның ішінде ислам шеңберіндегі және де әйелдерге көбінесе бағытталған сіздің блогыңыз. Яғни әйел адамдарға ислам шеңберінде қалай қаржы жағынан қалай сауатты болу керек, сол жағын айтады өзінің блогында. Айгүл ханым, мен негізі сол әйел адамға қатысты қаржы сауаттылығы туралы сұрағым келеді. Бірақ ең бірінші бір жалпылама айтсақ, қазіргі 21 ғасырда әрбір адам финансовая грамотность дейді ғой, қаржылай сауатты болу үшін адам нені білу керек? Өзінің болады бір базовый адамда білім деген нәрсе. Сол туралы бір кішігірім айтып кетесіз бе? Жалпы 21 ғасырда әрбір адам осындай білімі болу керек деген сияқты. Қаржылай сауатты болу үшін. Біріншіден шақырғандарыңызға рахмет. Ассаляму алейкум рахматуллахи ва баракату. Құрметті көрермендер. Енді қаржылай сауаттылық деген кезде жалпылама ол адамның өзінің қаржылық байлығына жеткізетіндей дұрыс шешім қабылдаудың қағидасы. Көбісінде адамдар дұрыс шешім қабылдамағаннан көптеген қарыздарға ұшырап жатады, көптеген дұрыс емес бір қымбат покупка дейді ғой, сатылымдар алады да, ол адамды бір керек емес шығындарға, керек емес финансовый дыры дейді да, сондай нәрселерге алып келетін нәрсе. Білім дегенде қаржылық сауаттылық деген ол негізі жалпылама ұғым ғой. Оның сатысы бар, оның дәрежесі бар. Қаржыгер деген кезде қаржыгерлердің ішінде де дәрежелер болады да. Шешім қабылдау үшін жалпы неше қаржың бар сенің, қандай қаржыны сен таба аласың, соның шеңберінде шешім қабылдай алатын дәрежеде болуың керексің да. Бір қызығы адам қаржы саласында үлкен жетістіктерге жету үшін өзінің шығындарына өте ұқыпты болу керек. Өте немқұрайлы қарамау керек. Педант болу керек дейсіз ғой жанында. Міндетті түрде ол жерде бізде негізі ислам соншалықты бір үлкен ұғымды дінді барлық саланы жалпылама жетістірген. Қамтып кеткен, иә. Ысырапшылдық дейді ғой. Адамды қаржылық сауатсыздық ысырапшылдық алып келеді. Ақшасына ұқыпты болмау. Аллах тағала өзіне адамға береке беріп қояды, ақшасына кірісті беріп қояды. Әр адамның өзінің ризығы бар. Ешкім бұл дүниеге аштан аш келмейді. Сол ризығымен жүр. Сол ризығын берекелі пайдаланатын болса, ол қаржылық сауаттылық өзімен жайлап қалыптаса береді. Енді мысалы оны берекелі пайдалану үшін осы қаржылық сауаттылық керек та. Мысалға мен жанұямызда бір определенный бізде әйел мен ер адамның табатын табысы бар. Соны бір формуласы бар ма? Мысалға сіздің табысыңыз осындай болса, оның осындай пайызы сізде расход болу керек. Сіздің сақтап қалатын ақшаңыз осындай болу керек. Ай сайын пайыз дәрежесінде айтатын болсақ, деген сияқты сондай бір формула бар ма? Ол формула бар, бірақ ол формуланы орнату үшін адам біріншіден өзіне мақсат қою керек. Мысалы, делік, өзінің расходтары бар, айма-ай өзінің базовый расходтары бар. Одан кейін өзінің жинайтын ақшасы. Көбінің сұрақ қоятыны ақшаны қалай жинаймын, қайда жинаймын. Оны қайда жинаймын бұрын не үшін жинаймын деген сұрақ болу керек. Адам өзіне мақсат қойған кезде ол жинап та үйреніп алады. Ол формула, ол қатып қалған формула деп айтуға болады, бар. Бірақ әр адам өзінің табысына қарай оны бейімдейді. Мақсатына қарай бейімдейді.
Мысалы, сіз өзіңізге көлік алам деп қойсаңыз, өзіңіздің табысыңыздың жаңағы табысыңыздан қаншасы өзіңіздің айма-ай жұмсайтыныңызға есептеп шығарып аласыз, оны бөлек шығарасыз. Одан кейін одан қалған ақшасының непредвиденный расход болады ай сайын. Бізде мысалы предвиденный есть, предсказуемые расходы, есть непредвиденный расход. Той бар, анау бар, ауырып қаламыз, аптекамыз бар, анауымыз бар, мынауымыз бар. Соған бір өзінің бір лимитін шығарып қоясыз. Одан қалғанын жинауға тырысасыз. Ол қанша пайыз болу керек мысалы ретінде менің доходымнан сол непредвиденный обстоятельства? Біреулер 30-30-30 деп бөледі, біреулер 50-25-25 деп бөледі, біреулер 50-30-20 қылып бөледі да. Ол өзіңізге қарай да. Мысалы, есть базовые расходы, непредвиденный. Біреудің непредвиденный расходтары көп. Шетелге шығып кетеді, аяқ асты осындай мысалы импульсивный адамдар болады да. И жинауға андай көп ақша қалдырмайды. Мысалы, біреудің базовый расходтары өте көп болады. Оны адамның өмір сүру өзінің бір несі болады. Стиль жизни. Стиль жизни. Просто қазір, знаете, я не совсем поддерживаю, когда бір қатып қалған бір стереотипті бүйтіп адамның басына бүйтіп іліп қояды ғой, сен осы 50-20-25 деген сияқты. Ондайды ұстанбаймын. Адамның өзінің өміріне байланысты, өзінің өмір сүру стиліне байланысты өзі есептеп шығарып алу керек. Бірақ бір нәрсені түсіну керек. Есебін шығарып, қанша базовый жұмсайтын ақшасын лимитін шығару керек, қанша непредвиденный расходтан, лимиттан шығып кетпеуін есептеу керек. И міндетті түрде өзіне жинайтын ақшасы болу керек. Яғни ол міндетті түрде. Ол білесіз бе, психологиялық тұрғыда адамның өзінің жинап қойған ақшасы бар болса, шешім қабылдауына өте оңай болады. Любой шешім. Сізге жұмысыңыздан біреу келіп, бір наразылық танытса, ұнамайтын бірдемеңізді айтса, жұмыстан шығуға андай бір өзінің бір жертвенность состояниеда болмайды, тәуелділігін сезінбейді. Оның жиналған ақшасы бар. Өз-өзіне сенімді болады дейсіз ғой. Өз-өзіне сенімді. Ол шешім қабылдай алатын дәрежеде. Ол шешім, мысалы, 3-4 айға жиналған ақшасы бар болса, ол баратта жақсы, мен сізбен жұмыс істемеймін дейді. Себебі ода 3 ай шешім қабылдауға уақыт бар. Сенің қарызың көп болса, сен тіпті бар ғой бір құлдық санада жұмыс істейсің. Сенің басқа вариантың жоқ. Көне бересің бәріне. Көне бересің. Ол біздің қазір қазақстандықтардың көбісінің жағдайы. Не айтса да, любой адамға қазір барасыз ғой, мысалы, кеше ғана бір врачпен сөйлесіп едім. Қанша жыл болды медик болып істеп жатырмыз, мемлекеттен ешқандай көмек жоқ, бірдеңе дейді да. А мемлекеттен сізде не болу керек еді? Не болу керек еді? Сіз не күттіңіз мемлекеттен? Қандай жағдай күттіңіз? Жағдайыңыз жасалып тұр, поликлиника бар, жұмысыңыз бар. Одан артық істеу ол өзіңізден. Оны мемлекеттен неге күтесіз деген сияқты ғой. Көп адамдар жалпы бізде мысалы айтады ғой, мемлекет бізге беру керек, мемлекет бізді қамтамасыз ету керек деп. Жалпы сіздің позицияңыз, әр адам өз басына жауап беру керек, ешкім ештеңе күтпеу керек дейсіз ғой. Мемлекеттен күтетін өзінің бір лимиті бар. Оны мемлекет жасап жатыр. Аллаға шүкір, аз емес. Оны біз мысалы жұмыс саласынан да біліп отырмын, көріп отырмын да. Бірақ күткен адамның өзінің бір санасы ретінде біреуден бірдеңе күткен деген ол негізі не очень хорошая привычка. Күйеуіңнен, әйеліңнен, мемлекеттен, көршіңнен, ата-анаңнан, балаңнан ол бола ма, болмай ма, ол күту деген это очень проигрышный вариант қой. Поэтому жақсы, ол күтпе, келетін болса қуанасың, шүкір дейсің, келетін болмаса бәрібір шүкір дейсің. Бірақ өзің жұмысыңды істей бер. Өзіңнің мақсат, өзі жеке басыңның мақсаты болу керек та. И вот сол адам өзіне мақсат қояды, сіз жаңағы көлік алам деген мақсат қойдыңыз. Сол көлікті алам деп ойыңызда көлік бар ма? Сіз жинауға құлшыныңыз көп та. Мотивация бар. Мотивацияңыз бар, идеяңыз бар. Ол үші бір 3-4 айдан кейін бүйтіп біраз ақша жиналғаннан кейін бүйтіп ары қарайсыз да, жинай алады екенмін ғой деген сияқты ары қарай жинай бересіз. Ал мақсатсыз жиналатын ақша ол жинау мүмкін, бар осындай адамдар, өзінің дисциплинасы бар, перфекционисттер болады, бірақ ондай біздің қазақтардың арасында өте аз. Көбінде басқа ұлттарда кездеседі. Қазақтар өте эмоциональный халық. Өте тойшыл халық, өте андай сыртқы социальный статусқа андай сай болу деген сияқты. Сырттан не айтады, кейін көрші не айтады, ел не айтады, туысқан не айтады дегенге
өте тәуелді халық та. Ол не айтады дегеннің ықпалында жүрген адамдар міндетті түрде қарызға батады. Міндетті түрде басқадан кем болмаймын деп жасайды дейсіз ғой. міндетті түрде қаржылай қысымшылық көреді. Мысалы, көбінде біз біреудің тойына барамыз, біреудің жаңағы жетістіктерін сырттан көріп жатамыз, ішін қазып көрген кезде қарыз көп. Жағдай онша емес. Араларында туысқанның арасында мұқтаждар болады. Бір сұрақ болады, сен не үшін той жасайсың? Сол мұқтаж туысқаныңа үй алып бергеніңде одан да жақсы емес пе? Біздің абыройымыз кімге керек? Аллаға керек па? Біреуге керек па? Адамдар сөйлейді, бір күн сөйлейді, 2 күн сөйлейді. Бір айдан кейін сенің істеген тойыңды да, үстіңе киген киіміңді де бәрі ұмытып кетеді. Түсінікті. Енді мысалға жанұя шеңберінде алатын болсақ, әйел адам бар, күйеуі бар. Жалпы сіздің ойыңызша әйел адам жұмыс жасауы керек па, табыс табуы керек па? Өйткені мынандай нәрсе бар ғой, енді қазір әйел адам ол мотивация беріп отыру керек, күйеуіне музасы болу керек, үйдің жаңағы берекетін сақтап отыру керек, бірақ табысты күйеу тапқан дұрыс, сен лучше мотивация бер деген сияқты. Сіздің ойыңызша қазір 21 ғасырда әйел адам табыс тапқан дұрыс па, әлде сол күйеуінің тапқанын әдемілеп жаратып үйдің берекесін сақтап отырған дұрыс па, қалай ойлайсыз? Өте күшті сұрақ. Қараңыз, опять же қатып қалған қағида жоқ. Мотивация берген дұрыс, жұмыс деген дұрыс деп біз айта алмаймыз. Әр адамның бір өзінің природасы болады. Енді фитра болады, енді фитраға сай нәрселер болады, оны бұзуға болмайды. Әйел адам әйел болып қалу керек, ер адам болып қалу керек. Ал істеу керек или керек емес, ол жанұяның ішінде өзара шешілу керек. Просто бізде Қазақстанда менталитет сонда, әйел адамдар өте батыл, өте батыр әйелдер да, жаңағы атқа мінген, бүйткен, сөйткен деп айтады. Біздің немізде жаңағы генетикамызда бар дүниеде біз тып-тыныш бүйтіп бір, білмеймін қай халықта ондай қыздар бар, ондай бір сыпайыланып, бүйтіп майысып, бір үйтіп жүретіндей әйелдер емес та. И көбінде сондай бір ситуацияға шалдығамызда, бірдеңені естіп аламыз да, әйел адам істеу керек дейді, жұмыс істеу керек, үйде отырмау керек. Бәлкім оның күйеуі жаңағы бәрін көтеріп алып шыға алатын адам шығар. Оған істеу міндетті емес шығар. Ол келеді күйеуіне бас салады, мен істеуім керек, бүйтуім керек, сен маған рұқсат бермейсің деп та, мысалы. Негізі әйел адам жұмыс жасау үшін күйеуінің рұқсаты керек, Әрине, ол енді исламнан аттап өте алмаймыз. Бірақ оны рұқсатын сұрауға да бір өзінің, білмеймін, біздің қазақтың еркектері бір бермейді деп, білмеймін, енді ондай да көп ести бермейді. Негізі бар ондай ер адамдар, үйде отыр жұмыс жасама деген сияқты. Бірақ қараңыздаршы, олар үйленген кезде бір шешім қабылданды ғой. Енді көз соқыр адам кімге болып үйлене салмады ғой. Білді ғой. Ол қандай шешім қабылдап жатқан. Бірақ ол шешімнің ауысуына да мүмкіндік болу керек та. Күйеуіңмен дұрыстап сөйлесіңіз, жеткізіңіз. Енді мүлдем рұқсат бермесе, жағдайың бәрін жасап беріп жатса, онда отыру керек үйде. Енді өйтіп айта алмаймын. Ал жағдайыңды жасамайды, бірақ жұмысқа да ол басқа ситуация. Енді қараңыз, жаңа сұрағыңыз жауабымды жалғастыра берейін. Ер адам мысалы рұқсат беріп тұр. Істе, кейбіреулерде жанұяларда мынандай сұрақ туындайды. Әйелдер айтады, маған күйеуім айтады, кітап оқы, білім ал, жұмыс істе деп, мен істегім келмейді дейді, мысалы. Енді опять же вопрос договоренности между супругами. Енді бізге Құдай тіл берді ғой, ақыл ой сана берді ғой, сөйлессеңдерші между собой. Что вам обоим удобно? Енді күйеуің істе деп жатса, неге істемеске? Неге ол мүмкіндікті пайдаланбасқа? Көп ерлер мысалы, менің күйеуім қарсы емес менің жұмыс істегеніме. Наоборот, әрбір менің жетістігіме қуанады. Екеуміз бірге Бішкекке барып келдік, семинарға, анда апарады, мында апарады. Оған қызық, мысалы, өзінің идеясын айтады. Союз деген, партнеры деген, бірінші очередь пара дейді ғой. Бизнес партнер дейміз ғой, мысалы. Өмірде де біз самый близкий партнеры муж и жена. Если мы между собой договориться, какой бизнес можно построить, если партнеры между собой договориться не могут? Теперь мы говорим про семью, партнер, муж и жена. Бізде из крайности в крайности. Либо растворяются друг в друге, инстаграмдарда бірді, Мақпал мен Жанболат деп мысалы. Либо вообще бір-бірін танымайды, бір-бірімен сөйлеспейді, бір-бірімен вообще жалпы общий интерес та жоқ. А ортада бір-бірімен партнер болу деген, бір-біріңді есту, бір-біріңнің қалауын тыңдау. Кейде сенің бір шешімің ұнамауы мүмкін күйеуіңе. Жақсы дей сал. Сен бір жақсы десең, ол да келесі жолы жақсы дейді. Надо договариваться. Если күйеуің саған істе деп жатса, неге істемеске? Шық, развивайся, работай, помогай. Қазір среднестатистический заработок казахстанца от 250 тысяч до 300 тысяч теңге. Есептей беріңіз.
Ол неге жетеді дейсіз ғой? Иә. Енді қараңыз, саяси тұрғыда қараңыздар да. Қазақстан біздің жеріміз Индиямен бірдей. Иә? Көлемі. Көлемі. Бізде жаңа ғана 20 миллионға әрең жеттік. Иә, Индияда қанша адам бар? Есептей беріңіз енді. Бізді 20 миллионмен жаулап алу деген оп-оңай. Оп-оңай бізді бір жаңа коронавирус сияқты бірдеңе лақтыра салда қырылып қаламыз. Енді біздің демографиямызды қалай көтереміз? Осындай статистикамен. 300 мың теңгемен қалай көтереміз біз? Ер адамыңыз жұмысқа шығады, біреуіңіз оператор болып істейді, біреуіңіз звукорежиссер болып істейді. Қанша табады дейсіз? Бір баланы асырап шығу үшін айына садигіңіз бар, тамағыңыз бар. Енді балаңыз студент болады, ертең үйленеді. Жаңа подготовительный бар, анау бар, развивашка бар. Бізде еще социальное давление бар. Ойбай, балаңды қырып барлық секцияға, спорт, бірдеңе деген сияқты. Недавно бір не көріп едім, бір стендапты жаңағы судан барып математикаға барып, жаңа бала кепсін да дейді, кішкене дейді. Сол сияқты ғой. Оның бәрін алып шығу үшін қанша ақша керек? Дұрыс айтасыз. Иә, оған әйел адам көмектеспесе, біздер демографияға істемесек, неге бізден қолымыздан келеді ғой? Қазақстанды дамытуға қазір еще басқа бір мәселе туындап тұр. Жаңа Палестина мен Израильдің соғысына қарап, біз көзіміз неге жетті? Байлықтың бәрі кімге тиесілі? Соларға. Жоқ, жаңа Алла тағала ғой, әрине. Бірақ қазір барлық нәрсе Израильдің қолында. Барлық нәрсе. Біздер жаңағы өзіміздің құлшылығымызбен айналысып жатырмыз, Алланы танумен айналысып жатырмыз, бірақ амалымызда ештеңе жоқ. Қалып қалғанбыз дейсіз ғой? Иә, қалып қалғанбыз. Ол не себептен? Жаңа баланың тәрбиесімен ана айналысады. Анаға, әйел адамға білім не үшін, әйел адам жұмыс істемеу керек, әйел адам жаңа диплом қажет емес, оған үйде отырып тамақ пісіріп, бала бақса болды дейді. Ол әйел адамның баланы бағып жатқан кезде кімді өсіріп жатқанын біз ұмытып кетеміз. Ол болашақтағы үлкен адамдарды, үлкен мамандарды, үлкен производствода ертең істейтін, үлкен жаңа инновацияға шығатын осы мемлекетті қалыптастыратын адамдар дейсіз ғой? Ол әйелде білім жоқ болса, ол әйелде тәжірибе жоқ болса, ол әйелде тым андай бір жаңа мышлениясында, санасында бір жаңа даму процесі болмаса, ол қандай адамды өсіреді? Ер адамды біз өзіміз көріп тұрмыз, бәрібір сыртта олар. Жаңа кешке келеді, қонады, таңертең кетеді, олардың фитрасы сондай, олар үйде отырмайды ешқашан. И жаңағы бала именно өзінің психологиялық қалыптасатын уақыты болады ғой, возрасты дейді ғой, 12 жасқа дейін. Осы уақытта ол өңшең әйел адамның ортасында жүреді. Мамасының жанында, әпкесінің жанында, садикқа барады, апайының жанында, мектепке барады, апайының жанында, одан кейін университетке барады, тағы да бір апайдың жанында, ары кетсе бір шалағайдың жанында жүреді. Болды. Ол адамды ержүрек қылып қалай қашан өсіреміз біз? Жақсы, мысалы әйел адам кішкене оған жаңағы білім үйрете алатын дәрежеде болса, ол да ертең үлкен кісілікке жететін адам, үлкен азамат болатын адам. И менің өзім жеке басымның ойы, бұл это субъективное мнение дейді ғой, очень много мы пропустили. Именно мұсылман бола тұрып, жаңағы Аллаға шүкір, енді Алланы танып тұрмыз, жаңағы біреуімізде намазымыз бар, біреуімізде мысалы Құранымыз бар. Бірақ жаңа даму саласында, білім саласында бізге Аллах тағала біліңдер деді, оқыңдар деді. Иқру, жазыңдар, оқыңдар, біліңдер, таныңдар, дамыңдар. Жаңа сыртқа шығып, шетелдерге шығып, сояқтың несін практикасын алыңдар деген сияқты көп нәрселер бізге айтылды. Бірақ біз ғана бір направление алып алдық та болды. Пока біз сол бір направлениемен ежелектеп жүріп келе жатқанша мыналар бәрі дамып кеткен. Ал енді қараңыз, әйел адамда дамып жатыр, жұмыс жасап жатыр, ер адамда жұмыс жасап жатыр. Енді әйел адамның да, ер адамда табысы бар. Екеуі осы жанұя форматында распределение расходов дейді, қалай болу керек. Яғни қазір енді білесіздер ғой, әйел адамның ақшасы әйелдікі, ол өзіне ғана жарату керек деген нәрсе бар ғой. Енді исламда да ол жаңағы айтылады ғой, әйел адам әйелдікі деген сияқты, әйелдің табысы деген сияқты. Оны осы жанұя форматына қалай келістіруге болады? Яғни әйел өзінің тапқан жанұясына жұмсап, күйеуіне көмектескені дұрыс па? Немесе жоқ, мен өзімдікі өзіме деп десе, может, ер адамға ол бір қосымша бір мотивация болады, жоқ, мен көбірек табу керекпін деген сияқты. Немесе әйелім тауып жатыр ғой деген сияқты бір кішкене босаңсып қалуы мүмкін деген сияқты сол. Өте керемет сұрақ. Қараңыз, опять же, ер мен әйел же союз, партнеры. Әрине, енді күйеуімді көмектесем деп, оның барлық қаржысын берудің қажеті жоқ. Енді ол менің жеке ойым. Екіншіден, көмектесуде бір жаман еш нәрсе жоқ.
жаңағы өз әйелдің ниеті күйеуіме көмектесем Аллахтың разылығы үшін болса, пожалуйста. Бірақ бұл жерде жаңағы арифметический тоже бір өзінің несі бар. Келісесіздер. Мысалы, сізде бір табыс бар, күйеуіңізде бір табыс бар. Оның қандай бөлігін күйеу береді, қандай бөлігін сіз бересіз. Шешім қабылдайсыздар да. Мысалы, күйеуіңіз өзінің табысынан 70% семейный бюджетқа кетсе, ол жеткілікті делік та, 70%. Жаңа тамаққа, садикке, мынау жұмсауыңызға. Сіз өзіңіздің табысыңыздан 30, мүмкін 50% екеуіңіз келісесіз, ортаға саласыз. Екеуіңіздің ортаңыздан бір жауапты адамды таңдайсыз. Сіз ба, күйеуіңіз ба, мысалы. Осы ақшаның бәрі міндетсінбей, бірақ шешім қабылданғаннан кейін ешкім еш нәрсені міндетсінбейді. Мен асырап жатырмын, мен бүйтіп жатырмын. Адамның бір жаман нәрсесі өзінің шешімін сосын өзі міндетсінеді да. Сен келістің ғой, басында өзің келістің ғой сол ақшаны. Ал енді бермеймін. Тек қана өзімдікі десе, ол да шешім. Аллах тағала беріп қойған өзінің хақысы. Біз ол әйел адамға сенің шешімің дұрыс емес, сен не деген сондай бір сараң адамсың деп айта алмаймыз. Ал күйеуі мысалы әйеліне айта ала ма? Енді қараңыз, адами тұрғыда қараңызшы. Мысалы, күйеуі әйелінен азырақ тауып тұр. Дәл қазір. Дәл қазір. Әйелі көп тауып тұр. Делік, әйелі жақсы ресторандарда тамақ жүр, күйеуінің қарны ашып жүр, үйде тамақ жоқ. Қаншалықты бұл дұрыс деген сияқты ғой. Сосын бұл в моменте же. Өмір бақи олай бола бермейді ғой. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға Хадиша анамыз да көмектескен. Ол алып кетті. Одан кейін Хадиша анамыз жұмыс істеген жоқ, үйде отырып шешім қабылдай берді. Неге көмектеспеске? Енді әрине бір болады өзі ер адамдар, дым істемейтін ер адамдар болады. Мысалға ол да бір дұрыс емес привычкаға айналуы да мүмкін да. Адамның подсознательно әйелімде бар ғой деген сияқты бір зона комфортадан шығуға мотивация болмауы мүмкін да. Жоқ, ответственность мужчин никогда не снимаем. Қараңыз, ер адамның өзінің жауапкершілігі бар. Ол Алланың алдында жазылған жауапкершілік. Ол жауапкершілікті қалай болса да ол өтеу керек. Жаңа киіміміз, тамағымыз, тұратын жеріміз. Другой вопрос, тамақтан жоқ, мен фогу жеймін, не знаю, бір стейк жеймін деп бір өзінің бір нелерін қоя бермесе, қарапайым кішігірім списокпен ол өзінің обязательство дейді ғой, міндетті түрде орындау керек. Міндетті түрде. Енді ар жағында әйелі украшать етемін десе, жаңағы дастарханға жақсы тағамдар алып келемін, қосымша өзім аламын деп жатса, бисмилля. Бірақ күйеуінің үстінен обязательство снимать ни в коем случае нельзя. Муж должен оставаться мужем, жена должна оставаться женой. И в таких ситуациях жена должна возвращать это обязательство. То есть көп жағдайда біз өзіміз алып қоямыз. Алға шауып кетіп жүреміз ғой. Өзім істей салайын, шыдамым жетпейді да, біз эмоциональный болғаннан кейін. Бірақ это можно в моменте, как разовое мероприятие сделать, да, мысалы, одноразовая бір акция дейікші, да, әйел адамнан, но не системно. Никакой системности в обязательствах мужа. Жоқ, даже істегеннің өзінде күйеуіңізге айтасыз, на этот раз я тебе помогаю выполнить твои обязательства. Не я выполняю твои обязательства, я помогаю, и иншалла ты мне вернешь. То есть мен сенің мойныңа қарыз қылып беремін деген сияқты болады. Вполне возможно. Муж, нормальный, адекватный муж, да, если он говорит там, я ничего не должен, ол менің нем емес, міндеттім емес, онда вопрос. Да? Онда басқа шешім қабылдау керек. Тут вопрос уже не обязательство стоит, а вопрос, соответствует ли этот муж. И вполне, исламда да бар, если мужчина не выполняет свои обязательства, женщина может вполне пойти подать на развод. То есть ол адамды тащить на себе, насколько это правильно. Біз кейде Алланың разылығын шатастырамыз ше. Қаншалықты сен ол күйеуіңді, мысалы, өзің асырап бақып келе жатсың, Алла разылығы үшін дейсің, бірақ одан кейін барлық істеген нәрсеңді қопарып міндетсінесің, ұрыс шығарасың, ренжейсің, намазың құраның былай қалады, ана күйеуің вообще сені адам демейді. Ол жерде береке бар ма? Алланың разылығы бар ма деген сұрақ қою керек та. Поэтому это очень такой глобальный вопрос. И зачастую, когда ер адамға сөзбен просто обязательствоны қайтарған кезде олар сразу тыңдамайды. Оны кәдімгідей жаңа шешіммен адам салқын қанды, эмоционалды емес, жаңа кетіп қалып, қайтып келіп, кетіп қалып, жаңа шұбырып сумкасымен, бала шағасымен. Жоқ, ол шешім кәдімгідей айдан анық салқын баспен қабылдану керек та. И көбінде бізде ер адамдар бір қорқыныштың под давлением страха
көтеріледі да, любой адам. Когда мы не даем ему возможности испугаться, жаңағы күйеу аш қаламыз ғой дейді ғой мысалы, әйелім бар ғой деген сияқты, да. Мы не дали ему возможность испугаться голода. Ол қорқу керек. Если он испугается, ер адамдарды фитрасында сондай, олар қорқыныштың астында жаңағы соғысқа шығады. Им нужно что-то, из-за чего нужно испугаться. Самая крайняя мера — это когда мы уже уходим, подаем на развод, говорим, ну, извините, и сол кезде ер адамда қорқыныш пайда болады. Мен бала шағасыз қалып қоямын, да. Нормальный ер адам. Енді ол одан да қорықпаса, енді білмеймін. Онда Аллахқа тапсырып, уже надо принимать решение. Ер адамға нужно создавать почву для страха. Ер адамды қорқыту оңай емес, әйел адам тез қорқады. Біз қорыққаннан ойбай аш қаламыз ғой деп бірінші жүгіріп кетеміз ше. А ер адамды қорқыту өте қиын. Бірақ ол қорқынышты нужно почву создать ему, а мы не даем возможности. Это как в воспитании детей. Оның үстін бүйтіп сипалап отырамыз бәрін, сосын ол бір айдан кейін оның бәрін міндетсінеміз, қопарамыз. Сіз ол істі ертең міндетсінетініңізді білетін болсаңыз, лучше істемей ақ қойыңыз. Лучше ол жауапкершілікті өзіңізге алмай ақ қойыңыз. Ал егер де мысалы жанұяда әйел адам ер адамға қарағанда көп табыс табатын болса, мысал ретінде, ол мына жанұяның дұрыс қалыптасуына, дамуына кедергісін келтірмей ма? Мысалға, бәрібір біз әйел адамдар эмоциональныймыз да. Біз көп табатынымызды бәрібір бір айтып қоятын сияқтымыз. Біз ұрыстың үстінде бәрібір шығып кететін сияқты да, сен бір жаман ниетің болмаса да. Сол нәрсе бәрібір сенің күйеуің сенен көп тауып тұрса, саған ол бәрібір бір более авторитетный болып көрініп тұра ма? Бір әйел адамда сондай психологически бір әсер ететін сияқты ол нәрсе. И кейбір келіншектерді білемін мен, қыздарды, күйеуінен көп табуға қорқады. Өйткені осы нәрсе бұзылады-ау деген сияқты. Жалпы ол қалай, мысалға әйел адам көп тапса, ер адам аз тапса, ол осы жанұяның жалпы жағдайына әсер ете ма? Психологиялық жағдайына мысалға. Түсіндім сұрағыңызды, күшті сұрақ. Қараңыз, әйел адам, біз бір нәрсені ұмытып кетіп отырамыз да постоянно. Біріншіден, ол қорқынышты емес. Әйел адам ер адамнан көп табуы мүмкін. Әбден мүмкін, и көбіне тауып та жатыр. Бірақ біз оны айтып жатқан кезде, біз бір нәрсені ұмытып кетеміз да, өзіміз бақытсыз қылып жатырмыз. Себебі женщина должна оставаться женщиной, мужчина должен оставаться мужчиной. И единица измерения количества денег — это не единица измерения, кто из них мужчина, кто из них женщина. Да? Нужно в первую очередь оставаться женщиной, независимо от того, сколько у тебя денег. Как дейсіз ба? На вопрос «как», да, например? Біріншіден, надо не забывать о том, что все блага и все имущество принадлежит Аллаху. Сізге Аллах берді ма, ол сіздікі емес. Біз кететін болсақ, біз жападан жалғыз, тіпті киімсіз 1 метр матамен кетіп қаламыз. Соны ұмытпау керек. Ол Алланың ақшасы. Алла сізге берді оны. Сізді сынады, қалай істейді екен бұл қыз? Бұл келіншек не істейді екен? Барып еріне бойы ұсынбай міндетсіне ме екен? Вопрос же присвоения. Біз соланы ақшаны аламыз да, менікі. Ол менікі, ол Алланікі емес, оны мен таптым. Сенікі емес, күйеуім. Ол Алланікі емес, ол менікі деп тұрып аламыз. Қатып та. И бірінші очередь, осы бірінші қателік, ең алғашқы қателік. Бірінші ойыңда ол ақша Алланікі. Хадиша анамыз радиаллаху анха, ол да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір дәреже бай болды. Міндетсінген жоқ қой, бәрін берді ғой. Әрине ол жағында бізде бір мынандай сұрақ пайда болады, әрбір күйеуді пайғамбар емес қой деген сияқты ғой. Бірақ әрбір әйелді Хадиша анамыз емес. Мы должны стремиться біреуден талап етпеу, күйеуім мынандай болу керек. Именно сол ой ғой, ожидание. Күйеуім осындай болса ғой, мен мынандай болатын едім. Сосын сол ой келеді да, ішіңізден тесіп шығады да, әне көрдің бе сен ондай емеспін, а мен осындаймын деген сияқты. Ыза, реніш содан пайда болады. Сол пайда болады. Ол ақшаның бәрі Алланікі. Біз міндетсінбейміз. Күйеуіңіздің күйеу екенін ұмытпаңыз. Күйеуіңіздің бойында ең алғашқы должны быть мужские качества. Ол болу керек. Үйде ауыр столды көтере алатын болса, мусор шығарып беретін болса, сізді қорғай алатын болса, сізді апарып алып келетін болса, сізді сыртта далада қалдырып кетпейтін болса, әрдайым жаныңызда күйеу ретінде қолдауға дайын болса, ол уже мужчина. Ол уже мужчина. И деньги — это не единица измерения. Кто из вас сильнее, кто из вас слабее, кто из вас мужчина, кто из вас женщина. Сіздің ақшаңыз бола тұра,
Единственное, мой лайфхак, знаете, не говорить мужу, сколько у вас денег. Вообще не надо говорить. Потому что сіз оны міндетсінген сайын, ол сіздің ақша бар екенін біле бастайды. Сол жауапкершілік сіздің мойныңызға кете бастайды. Понимаете? Айтпаңыз. Ал егер де общий бизнес болса, мысалға, ер адам мен әйел адам екеуі мысалы бір проект жасайды. Иә? Табысы, соответственно, бірге. Ондай кезде қалай жалпы финансқа распределение жасау керек? Машалла, өте жақсы сұрақ. Чистый прибыльдің пайызын бөліп алады. 50-50. Ну, в зависимости, кім қандай жұмыс атқарады, келіседі ғой, они же партнеры. Мысалы, учредительдер болады, любой ТО-да учредитель болады. Біреу 30%, біреу 70%, біреу 50, біреулер 25, мысалы, әйел тек қана учет жүргізетін болса, она скажет, ол мысалы болады, не всегда же 50-де 50 жұмыс жүріп жатады. Мысалы, кейбіреуде күйеуі бәрін істейді, әйел тек қана жаңағы үйінде бір Инстаграм жүргізетін шығар. Бірақ оның да ойында пайда болады, мен де істеп жатырмын ғой. Неге маған ақша бөлінбейді деген сияқты да. Күйеуіңізбен отырыңыз да келісіңіз, чистый прибыльдің 5 или 10%-ын маған бөліп отыр. Можно на зарплату договориться. 200, 300 тысяч, 500 тысяч. Біреу келсе қойса, пожалуйста. Потому что мен істемесем басқа біреуге төлейсің оны деп. Если она считает, что она имеет право на долю, тогда если, мысалы, чистая прибыль 10 миллионов в месяц и 5% ее, то тогда 500 мың әйелнікі. 50% болса 5 миллионов әйелнікі. Сөйтіп бөлініп аласың. Вопрос договоренности. Біз көбінде не договариваемся. Надо садиться. Нет, я хочу вот так вот. Ішіндегіңізді айту керек дейсіз ғой. Ашық айта білу керек. Әйел адам же это первый шантажист же. Она может сказать, болды, мен істемеймін онда, мен лучше басқа жаққа жұмысқа кіремін. Или вообще ештеңе істемеймін, сен бәрібір бізді асырап бағуға міндеттісің. Басқа біреуді жалда да соған төле десең, как миленький төлейді. Ал ер адамның тапқан 50 теңгесі әйел адамның тапқан 50 мыңға қарағанда берекесі көбірек дегенге қалай қарайсыз? Келісесіз ба сол нәрсеге? Не совсем. Не совсем. Енді ер адамның ақшасында береке бар деп, оның да астарында көп нәрсе бар ғой. Ер адамдар просто структурный. Они не эмоциональные, они очень рациональные дейді ғой. Олар көп жұмсамағаннан кейін берекелі. Әйел адамдар просто эмоциональный. Көйлек, бізде даже мысалы, ер адамның киіміне көк, қара, сұр. Әйел адамда все цвета палитры ғой. Бізде орамалдың 5 түрі болу керек, 10 түрі болу керек. Қызыл, жасыл, көк, подцвет, не подцвет, оған аяқ киім керек. Поэтому бізде шығын көбірек. Но мы же женщины. Они же хотят видеть красивых женщин. Сұлу, сымбатты, жаңа ухоженный. Оның бәріне ақша керек дейсіз. Оның бәріне ақша керек. И сол ақшаны енді біз сол жұмсағанды берекесіз деп айтсақ қандай болады? Правильно же? Поэтому просто әйел адамға қарағанда ер адамның шығыны аздау. Именно личные расходы. Әйел адамға, вы даже просто сравните күйеуіңіздің киім алуы мен біздің киім алуымыз. Ол бір костюммен 1000 тойға бара береді. Біз жоқ, біз в любом случае жаңа басқа көйлек алуымыз. Біз оны берекені өзіміз кіргізіп отырамыз да. Шкафта көп киім болмау керек. Көп алма емес, транзит болу керек та. Ал, сат жібер, бері жібер. Білмеймін, ол X-қа салып сат жіберсең болады. Өте очень хороший лайфхак. Тұрмау керек еш нәрсе. Бере алатын жағдайда болсаң, вообще беруге бере сал. И басқасына, орнына басқасына алып, жаңа оборот создавать етесің. Болды, вот берекені сөйтіп кіргізесің, жайлап өзің. Ал әйел адамның өзінің жинайтын қаражаты, ақшасы болу керек па? Мысалы, запаста. Өйткені айтып жатады ғой, ертеңгі күні не болатынын білмейсің, мысалы, күйеуің тастап кетуі мүмкін деген сияқты. Қазір онда ойлар бар. Соған қатысты әйелдің өзінің сақтаған ақшасы болу керек па? Личные, мысалы. Давайте так. Күшті фраза бар да, на Бога надейся, но сам не плашай деген бар ғой. Ол бізде де исламда да біз Аллахқа иман келтіріп, жаңағы құлшылығымызды жасап, бірақ амалымызды да ұмытпаймыз. Әрекет жасау керек. Әрекет жасаймыз. Біздің енді давайте приземленно сөйлейтін болсақ, Қазақстанда енді бір иманымыз өте жоғары, енді жалпылама общий бүйтіп халықты алатын болсақ, бір өте жоғары иманды халық деп айта алмаймыз. Бір где-то бір орта саласында жүрген адамдармыз да. И ер адамның да тайып түсуі мүмкін, қашан кетіп қалу, басқа әйел алу, тіпті намазхандардың арасында да ондай көп, оны ашып айтқым келмейді. И көбінде әйел адамдар өте нәзік қой, доверчивый. Тұрмысқа шыққаннан кейін ойлайды, там принц всю жизнь мені бағып-қағып жүреді. Сосын, когда они сталкиваются с реальностями, наступает первое разочарование. А ол реальность екінің бірінде. Поэтому, опять же, шешім қабылдау үшін у тебя должна быть почва.
почему көбінде әйелдер живут с абьюзерами, ұрып соғып атады. Көгала қойдай кеше ғана бір блогердің несінен қарадым да, ұрып атады, бірақ кете алмайды. Неге? Астында почвасы жоқ. Қайда барам, білім жоқ, ақша жоқ, жұмыс жоқ, ата-анама қайтатын бет жоқ. Ата-анаға қайтудың да қажеті жоқ, сен өзің жеке басың уже үлкен адамсың, ата-ананың жанында тұрып не істейсің? Бірақ ондайдың күйеуінің жанында да тұруға болмайды. Я категорически против. Қаншалықты бойысын тыңда дейді, если твой муж алкаш, если твой муж лудоман, игрок, ол адам күйеу өзі Алланың разылығын іздемейтін адамнан қалай разылық аласың? Күйеуінің разылығы өзі күйеу Алланың разылығын іздемейтін адамнан оның разылығын не істейсің? Разылық деген сөздің бір мағынасын білмейтін адамнан оның жанында не істейсің сен? Өмірің кетіп бара жатыр. Өмір деген как песочные часы. Перевернул, у тебя время идет. И там надо принимать решение. Тут я поддерживаю руками и ногами. И ол шешімді қабылдау үшін сенде почва болу керек. У тебя всегда должен быть какой-то вариант. Ты уповаешь на Всевышнего не домой к родителям, а ты должна быть готова ко всему. Күйеуің сені тастап кетпесе де өліп қалуы мүмкін. Сонда не істейсің? Жалпы мысалға енді әйел адамдарға бір кеңес болсын. Мысалы өздері табыс табатын әйел болса, өзінің осындай бір счетына жинап қоятын ақшасына ай сайын өзінің табысының қанша пайызын жинап отырғаны жақсырақ. Минимум 10%. Минимум кем дегенде 10%. 10%-ың садақаға кетеді, 10%-ың неге кетеді, жинауыңа. Одан көп болса тым керемет. Жинай бересің до тех пор, пока у тебя жарты жылдық базовый расход болады ғой. Жаңағы жұмыссыз қалатын. Финансовая подушка дейсіз ғой. Иә, жарты жылдық жағдайың жасап қойың керексің да. Жоқ дегенде, да. Одан арғысын, пожалуйста, уже өзің инвестиция саласың ба, шетелге барасың ба, үй аласың ба, машина аласың ба, уже өзіңнің жеке басыңның шешімі. Енді сіз айтып жатырсыз, жаңа 6 ай өзіңнің өміріңді мысалы доход болмай қалған жағдайда қамтамасыз ете алатындай болу керек финансовый подушка. Оны адам қалай санап алу керек? Мысалға ай сайынғы өзіңіздің расходтарыңызды санайсыз да, соны 6-ға көбейтіп, осы сумма болу керек, Дәл солай. Енді мен сізден тағы бір нәрсені сұрағым келіп тұр. Қазір айтады ғой, әйел өзіне должна все позволять. Брендовый заттар алу керек. Және де мынандай нәрсе бар, адамның запросы өскен сайын табысы да жеңілірек келеді. Сен қымбат заттар ал, өзіңе позволять ет, сол кезде сенің доходың да өседі деген сияқты. Осы нәрсеге көзқарасыңыз қалай? Көзқарасым нормально. В том случае, если она себе может позволить это. Мысалға ситуация бар, енді табыс тауып жүр, бірақ енді Луи Виттоннан сумка алатын мүмкіндігі жоқ, бірақ айтады да бізде мысалға, сен барып өзіңе соны позволить етсең, сен өзіңнің мышлениеңді ауыстырасың, границаларыңды кеңейтесің, сол арқылы сен көбірек табыс табасың деген сияқты. Қаржыгер ретінде ол дұрыс емес шешім. Деньги любят дисциплину. Сіз ол Луи Виттонның сумкасын қалай, редпен аласыз ба, рассрочкамен аласыз ба? Луи Виттонда вообще рассрочка жоқ. Зачем? Чтобы себе позволить. Мысалы айтады ғой, сен өзіңе экономить ететін болсаң, күйеуің де өз экономить етеді саған. Ну вот смотрите, я финансист. Вот у вас есть, скажем, средняя цена сумочки 1,5 миллиона тенге. Дешевая даже, брендовая сумочка. 1,5 миллионда барасыз да, мышлениеңізді кеңейту үшін барасыз да сумочка аласыз. Ол сумочканы келесіз да шкафқа іліп қоясыз. 1,5 миллион көбейді ма, көбеймеді ма? Көбейген жоқ. Азайды. Сіз оны даже басқа жерге сатып жіберетін болсаңыз, жарты бағасына сатасыз. Вы за ту же цену, потому что это уже не новая вещь. Если вы эти 1,5 миллиона берете и вкладываете, даже не вот книжки, кітап аласыз да, Инстаграм парақшасы, достарыңызға, таныстарыңызға, күшті кітап шықты, осындай оқыңыздар, дамиды екен. Вы можете эти 1,5 миллиона через полгода сделать 4 миллиона? Можете. Может, лучше стоит так сделать? Что лучше повлияет на ваше мышление? Да? Что лучше повлияет на ваше развитие? Процесс продажи книг или процесс в шкафу сумочки? Что лучше работает с вашим мышлением? Кейбір адамдар болады ғой, мысалы сол брендовый сумочканы алса өзінің самооценкасы көтеріледі, сол арқылы өзіне то же самое наемный жұмыс жасайтын болса самооценкасын көтереді, бір өзіне жалақысын жоғарылауына әсер етеді деген сияқты. Это работает только в том случае, когда она уже эти деньги заработала и пошла в магазин поставить себе оценку. Молодец, ты заслужила, вот тебе сумочка, и тогда она чувствует, вот оно оказывается, как это, когда ты заработала и пошла на свои деньги, купила сумочку. Но когда у тебя денег нету, и ты идешь на последние деньги покупаешь,
у тебя уровень кортизола и тревожности очень высокий. Там нету дофамина. Где там дофамин? Сен уже алып жатып, ана ақшаны қайтып қайтарам деген сияқты да. Үмітің бір аллада, я Аллахым, сумочка менің ой өрісімді кеңейтсе екен деген сияқты. Сумочканың ой өрісіңізге ешқандай қатысы жоқ. Она работает только в том случае, когда вы уже заработали. Нельзя, вот ты работаешь, и себя не оценивать нельзя. Потому что ол до поры до времени, когда адам работает, как құл ұқсап жұмыс істей береді, дым өзіне уақыты жоқ, ол бір күні жарылады. Бір күні ол шаршайды, құлайды. Мен не үшін істеп жатырмын? Мен қайдамын бұл пространствода? Мен маған деген нәрсе деген, неге балаларға бәрі, неге анаған? Потому что ол жұмыс деген табыс бір жаққа кетіп жатыр ғой. Бір жаққа кеткеннен кейін через несколько лет у кого сколько терпения хватает? Кто-то через год, через 5, кто-то через 10 лет. В основном рубежный возрасттар болады, трансформационный. Сол кезде қатты әйелдер құлайды, да? Потому что это очень тяжелый этап, когда она признает, что до вот этого момента она прожила жизнь не для себя. Сонда әйел өз-өзін қуантып тұру керек дейсіз ғой арасында. Жұмыс істеп болғаннан кейін қуанту обязательно. Обязательно. Ты любую работу проделала, любую результативную работу. Это может быть не в денежном эквиваленте. Вы какой-то день провели эффективно, артынша обеспечите себе вкусный борщ в Алании, там, может быть, не знаю, где-то. Я просто свой пример вам скажу. Я когда очень хорошо день провожу эффективно, мен кешке барам, да, я дома не готовлю, например. Если я ничего не делаю, я лучше пойду дома приготовлю, потому что не заслужила. Да. Я лучше вкусный бульон там с мужем, пойдем поужинаем, ыстық бауырсақпен күшті сорпа ішейікші деп, да. Это чувство оценки своей эффективности, работы. Сіз өзіңізді бағалау. Вот это и есть бағалау. Өзіңе күнделікті баға қоясың, істеген жұмысыңа. Это не обязательно всем говорить. Вот я сегодня заслужила сорпу, емес. Сен по-любому тамақ ішесің, үйде ішесің, ресторанда ішесің. Заслужила, не заслужила. Просто само чувство, когда сен бүгінгі мысалы подкаст түсірдік, қазір тағы да істейсің, мысалы бүгін 2-3 подкаст түсірдіңіз, кешке барыңыз да күш тілеп тұрып, мә сен сегодня такая молодец, қандай жұмыс атқардың, аласында күш тілеп тұрып сорпа іше аласыз, да, бір десертпен шай ішіп алатын шығарсыз, да, без вреда для здоровья, например. И вот этот процесс проделывается от величины работы. Сіз мысалы 3 айда үлкен проектті жаптыңыз ба, үлкен табыс алдыңыз ба, арасынан 10% садақаға, арасынан 10% өзіңізге заслуженный барып подарок жасап келіңіз. Оның 10% мысалы 15 миллионға жасасаңыз, пожалуйста, 1,5 миллионға садақа беріңіз, 1,5 миллионға сумочка алып беріңіз өзіңізге. Почему бы и нет? Потому что вы почувствовали эту сумочку. Так, я теперь в следующий раз хочу что-то другое. А для этого, чтобы это другое, например, там, Prada, да, овчинная жилетка 2 600 000 стоит, недавно қызымыз екеуміз қарадық, да? Это нужно, значит, закрыть на 26 миллионов проект какой-то, чтобы себе взять и купить эту жилетку. Классный лайфхак. Өйткені мен сізден сұрайын деп отырмын. Қандай сізде табыс болу керек, чтобы сен өзіңе могла позволить пойти Луи Виттон купить деген сияқты. Өйткені бір блогерден естіген, ол тоже офлайн бизнеспен айналысады. Ол айтады, мен оны өзіме рұқсат етем, егерде мен оны қазір жұмсайтын қазір ақшам маған мелочь болып көрінсе. Мысалы, мен 1,5 миллионға Луи Виттон сумка аламын ба? Для меня, если это мелочь, мен ол үшін переживать етіп, стрессовать етпейтін болсам, я это себе позволяю. Но если менің өзім тапқам 3 миллион болса, мен оның 1,5 миллионна сумка алатын болсам, ол маған стресс болады, мен онда алмаймын дейді. То есть сол подход все-таки. Конечно, но об этом и речь же. Ты покупаешь сумочку, если у тебя уровень кортизола высокий, ты стрессуешь и переживаешь, нету вообще блага в этой покупке. Смысл? Это же выдуманное, что-то мифическое. Кто-то взял, не знаю, выбросил эту идею, и все пошло. Ну вот сколько? Этой идеи уже, наверное, лет 5. Кто-то разбогател? Я что-то не помню, чтобы кто-то из-за сумочки приобретенной поменял. Сказать, у меня мышление изменилось, потому что я пошла и себе там на последние деньги купила. Жоқ, ол былай преподносить етеді ғой, мен бардым да соңғы ақшама сатып алдым да, и менде андай режим включился, выживание, режим зарабатывания, все, мен енді на нуле, мен қайтадан табу керекпін деген сияқты бір күшті маған мотивация болады деген сияқты. Знаете, люди путают финансовую дисциплину с долговой ямой. Потому что когда мы заходим в долговую яму, ай сайын төлеп тұру керек қой, и они думают, что это финансовая дисциплина. А это не финансовая дисциплина. Когда тебя таяқтап дисциплинирует, разве это дисциплина? У тебя нет никакой свободы выбора. Когда ты дисциплинируешь деньги, которые... У тебя нету долгов, тебе ничего платить не надо, у тебя есть деньги, у тебя есть выбор потратить все сейчас за раз, либо дисциплинированно, с умом удержать свой нафс, кәдімде қылқындап жоқ болмайды, ты еще себе не можешь позволить деген сияқты, да? Вот это и есть дисциплина. Потому что вы возьмите истории любых успешных людей, почитайте, как они стали богатыми.
только через трудности и через дисциплину, через отказ от всего себе. Полностью. Любой возьмите, любой. Даже біздің шеңберімізде Қазақстандағы успешный адамдарды алсаңыз, они все проходили через строгую дисциплину, где себе ничего не позволяли. Басында хотя бы. Конечно, басында. Потому что вот этот этап из дна жаңағы түбінде өзіңді дисциплинаға үйрету деген нәрсе адамды ақшаға қалай қарау керек екендігін үйретеді. Потому что это другое чувство, это другой уровень, когда у тебя есть много денег, и ты себя дисциплинируешь, и ты умеешь их считать, и ты знаешь, что можно, а что нельзя, и при этом ты знаешь, что ты, если от этого откажешься, у тебя завтра их будет больше. Это другой уровень. Адам уже ақшамен байланыс бар. Сезіп тұр да, қашан ақша келеді, қашан келмейді, қаяқтан алып келу керек, қалай жұмсау керек. В первую очередь, это именно контроль своих расходов. В первую очередь, контроль своего нафса. Это очень важно. И жаңағы сіздің вообще жалпы негізі вот это Луи Виттон, дорогие покупки деген нәрселер, я не против, я не возражаю. Но здесь очень важно дүниеге байланбау керек. Не должно быть у нас вот этой связки, прям вот этой больной связки с брендами, с дорогими покупками. В первую очередь вопрос, мен оған мұқтажмын ба? Маған ол керек па? Қаншалықты ол өмірімнің, мысалы, iPhone дейді ғой, иә? Насколько тебе это надо? Если сіз онымен жұмыс жасайтын болсаңыз, блог жүргізетін, пожалуйста, бисмилля, потому что он өзінің жұмысын ақтап жатыр, да? Yeah. Да? Но если он тебе не нужен. Просто YouTube қарап жататын болсаңыз. Да, зачем? И эта сумочка, опять же говорю, как пример в шкафу висящие вещи. Зачем? Вы просто оглянитесь, какой вы богатый человек, когда посмотрите, что у вас висит в шкафу. Взять это все, перевернуть в деньги, я вот как бизнесмен. Иногда просто хочется все вытащить из дома, вкинуть в оборот. У нас в доме по 20-30 миллионов у каждого лежат. Вещи, мебель, телевизоры, техники и так далее. Понятно, без этого никак нельзя жить. Просто взгляните, посмотрите. У кого-то это не 20-30, у кого-то это 300 миллионов, у кого-то в долларовом эквиваленте. Насколько это все надо? Лучше взять эти деньги. Беда наших казахстанцев в том, что мы очень страдаем гигантоманией. Нам нужны большие дома, нам нужны большие машины, нам нужны большие деньги. Да? Ладно, деньги делают деньги. Но когда мы живем в огромном домище, иногда смотришь на этот дом. Расходный өзі қанша дейсіз ғой? Лучше жить там, живут в нем 2 человека. Yeah. Зачем? Лучше открыть бизнес. Вот когда у тебя бизнес-мышление, у тебя все время ты из всего хочешь сделать деньги. Ты вокруг сидишь, оглядываешься там, на эту студию, смотришь, что за техника. Первый раз, когда пришла в такие подкастные студии, первый вопрос я задала: сколько стоят такие микрофоны, деденше? И сколько стоят такие камеры? Почему бы нам не купить и не сдавать в аренду деньги? Потому что у тебя уже совершенно другое мышление. Потому что ты стоишь, думаешь, я за аренду такой студии там оплачиваю какую-то энную сумму каждый раз. И думаешь, я лучше буду и свое снимать, и еще буду сдавать в аренду, потому что у тебя мысли прогоняют, и я продюсеру говорю: давай вот так сделаем. Он смеется, говорит: ну можно, потому что это идея, ты из всего хочешь сделать деньги. Енді мысалы жаңа айтып жатырмыз, бренд деген сияқты. Егер әйел соны алып өзіне позволить ететін болса, ол ысырап болып санала ма? Мысалға, сіз ол брендовый емес, кәдімгідей 5000 теңгеге алып сумканы алатын болсаңыз да, ол өзінің функциясын атқарады ғой, мысалға. Тек бренд деген аты болмаса. Жалпы соны әйел алатын болса, ол ысырап болып санала ма? Ну, это же вопрос, если, в моем понимании, ысырап, конечно, оно может быть ошибочным. Мысалы, біреулерді, мысалы, иманы берік адамдар болады, для них и даже лишний мына түбіндегі суға алып баклажканы лақтырып тастау, ол да ысырап болады, да? Мысалы, біз кейде ондай нәрселерді байқамай қаламыз. Поэтому я, наверное, не уполномочена, скажем, некомпетентна на этот вопрос отвечать. Жоқ, сіздің көзқарасыңыз бойынша, сіздің өмір сүру принциптарыңызға қатысты. Знаете, сложный вопрос. Я просто могу потом этому ответу сама не соответствовать. Я могу себе позволить. Я их покупаю. Но исключительно с точки зрения, когда это меня не триггерит. То есть у меня есть деньги, вот эти вот он пайыз жұмсай алам, и меня это нисколько не расстраивает, я из этого не печалюсь, пожалуйста, бисмилля, я покупаю. Вот тогда, да, могу себе позволить. Но при этом я ставлю себе требование, что я в таком же соответствии должна дать садака. То есть так мне спокойнее. Я не знаю, есть такая формула, нет такой формулы, мне так спокойней. То есть я... Чувство вины болмайды ма? Да, нет вот этого чувства вины, нет ощущения, что я что-то много потратил. Еще один такой момент есть, просто чтобы не перебарщивать с этими вещами, мы должны помнить, что мы на самом деле покупаем просто имя. Когда мы покупаем бренд, мы покупаем просто имя.
а нужно создать самой такое имя, чтобы покупали тебя. Зачем? Почему мы в Казахстане все время покупаем чье-то имя? Почему мы все время логотип чей-то покупаем? Для чего? Маркетингтің құрбанымыз дейсіз ғой. Да, для чего? Почему нельзя вообще жить без имен чьих-то? То же самое, вы знаете, я Луи Виттонның хозяиндары бізді қарамайтын шығар. Сумка Луи Виттон шьется из канвы. В Турции, в Стамбуле шьются реплики, шьются из натуральной кожи. И в качестве в десятки раз лучше, чем оригинал. Почему? Не знаю, может быть, турки адал жұмысына, а стоимость в сотни раз дешевле. Өз көзіммен көрдім. Лично проверяла, лично смотрела, там все то же самое. Я прям не поленилась, приехала в Казахстан, қайттан, потому что в Стамбуле, почему в ЛВ не заехали, не помню, Казахстанға келіп, біздің ЛВ-ны көрдім, да? Ничем не хуже дейсіз ғой. Обычная канва. Швы хорошие, енді, да, швы, фурнитура жақсы, сама кожа, там не кожа. Обычная канва, это не кожа. А турки шьют из кожи. То есть носибельность этой сумки, если вы долго будете носить, гораздо дольше, чем оригинал. Жалпы реплика қолданғанға қалай көзқарасыңыз? Нормально. Кейбір адамдар айтады ғой, мен реплика қолдансам, бір өзімнің самооценкам төмендейді. Да, кто знает, что это реплика? Вообще-то... Өзіңіз білесіз ғой. Ну да, нормально, вообще спокойно. Спокойно. Да, конечно, почему бы и нет? Абсолютно. Это же выбор человека. Вот смотрите, вот когда человек уважает свой выбор и свое решение, он уважает... Нужно выбирать не воду, нужно уважать свое решение, а не воду решать. Ой, не воду уважать. Понимаете? Я уважаю свое решение. Это мое решение. Одевать реплику, носить реплику, не знаю, покупать реплику. Это мое решение, и я его уважаю. Ты можешь не уважать. Пожалуйста, это твое личное право. Просто жить с такими правилами высокими, им же надо всегда соответствовать. Надо не забывать о том, что ты можешь завтра рухнуть из этих правил, и тебе придется принимать другое решение. Я не буду уважать воду, я буду уважать свое решение, носить реплику или не носить реплику. Это не делает меня как личность хуже или лучше. Это не делает из меня какого-то плохого человека, ненастоящего человека, человека, который вредит обществу. Нет, это никак не влияет на меня. Суть-то в самой личности, как оно влияет на личность. И если, естественно, если у тебя там в голове сидит, что там реплика, сумка, если я ее буду носить, от этого падает моя самооценка. Онда басыңызды кішкене дұрыстау керек дейсіз ғой, ойларыңызды. Ол біріншіден, просто этому соответствовать тяжело. Вот мы в голове ставим очень высокие требования к себе по относительно самооценки. На самом деле высокие требования относительно самооценки вообще не в сумке. Вообще. Ты научись поставить себе, вы такая пунктуальная, вот она вопрос самооценки. Это пунктуальность, это обязательность, это ответственность. Что нам не хватает в людях? Нам в людях не хватает ответственности. Бір нәрсені бұйырасың, жартылай жоқ қой. Нам все время не хватает. А почему? Потому что у людей низкая самооценка. Понимаете? Люди с высокой самооценки, у них очень высокие требования к себе как к личности. Я вам пообещала быть в 2, я должна быть здесь в 2, хоть как. Если я опаздываю, я попрошу прощения, скажу, очень сильно извиняюсь, у меня вот такая-то ситуация, потому что для меня непозволительно. Вопрос моей самооценки, самоценность человека, понимаете? Ол білім алады, ол оқиды, ол кітап оқиды, я не могу себе позволить вот так вот лежать, ничего не делать. Енді жататын демалатын уақыт болады ғой, бірақ оқымау, білім алмау, жаңағы халқымызға пайда алып келмеу, жаңағы налог төлемеу деген сияқты нәрселер, они начинают тебя триггерить. Почему я такой бесполезный человек? Вот вопрос самооценки. Вопрос вообще не в сумке. Есть, конечно, женская самооценка. Но ты когда как личность прорастаешь, вот просто как вот дерево, вот так вытягиваешься как личность, у тебя высокие требования к себе, к своей самооценке. Это твой диалог внутри себя. Өзіңмен өзің жұмыс істейсің, да? Сол самооценкаң өскен кезде, когда ты себе ставишь высокие требования, не соответствие сумке. То есть я такая личность, у меня должна быть сумка такая. Нет. Ты ставишь себе высокие требования относительно своих знаний, своего духовного развития, своего финансового навыка, своей компетенции как личность. Вот вы ведете блог, вы должны соответствовать этому блогу. Если вы работаете над своей самооценкой, чтобы никто не мог повлиять или обесценить вашу самооценку, вы все время будете развиваться. И тогда вот эти фигуранты рядом, женская самооценка, там, перед мужем самооценка, перед друзьями, перед коллективом, она начнет само по себе вытягиваться. Бой түзейтін самооценка. Это запасные такие, знаете, рядом, ролевые самооценки. Рахмет. Енді сұрақ, исламда, жалпы, мұсылман адам
бай болу керек па? Өйткені жаңа айтып кеткеніміздей, кейбір адамдар мұсылман адамға ол ысырап деген сияқты шүкіршілік деген нәрсені кейде дұрыс емес түсініп жатады. Жалпы исламда мұсылман адам бай болу керек па? Соған қалай сіздің көзқарасыңыз? Можно я вам встречный сұрақ қояйыншы? Маған өзіме орыс тілде сөйлеген ыңғайлы да, андай ойымды қазақша толық жеткізе алмай жатырмын. Надеюсь, көрермендер түсіне қояды деп ше. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям кедей болды ма, бай болды ма? Бай болған шығар. Бай болды. Өте бай болды. Оның, қателеспесем, 11 источник дохода болды. У него были очень большие обороты. Но он был транзитным. Он на себе ничего не замыкал. Өзінде ештеңе қалмайды. Тіпті соңғы тамақ басты бере салатын ше. И енді вторичный вопрос, второй встречный вопрос. Бай мұсылманнан пайда көп па, кедей мұсылманнан пайда көп па? Иә, пайдан көп. Элементарно садақа бере аласыз дейсіз ғой. Иә, мысалы сіз байлық деген кезде біз кейде бір шатастырып отырамыз да, ақшаға деген махаббаты көп екен, деньги любит. Нет, мы на самом деле нормальный человек, который стремится к финансовому успеху, к богатству. Это человек, который любит не деньги. Енді бәрін айта алмаймын, енді большинство, да, нормальные люди. Это люди, которые любят свободу. Свободу принятия решений. Сен өзіңнің шешіміңде еркіндікті жақсы көресің. Понимаете? Иә. Мысалы сіз көрдіңіз, бір мұқтаж семьяны көрдіңіз. Көмектескіңіз келеді, бірақ өзіңізде жоқ, мысалға. Иә, біреулер жаңа үйге ақша жинап жатады, 1000 теңгеден. Иә, халық Аллаға шүкір, мейірімді халық, жиналып жатыр, үй алып жатыр, қарап жатырмын да, мысалы. Бірақ сіздің өзіңіздің қолыңызда бірге үй алып беру мүмкіндік болса, қандай керемет, нұр үстіне нұр. Ой, қойшы, халықты күтіп отырам ба, лучше алып бере салайыншы деген сияқты. Сондай дәрежеде болсаңыз, қандай керемет. У вас есть свобода решения, еркіндік бар. Сіз ала аласыз. Ала алмасаңыз, жаныңыз ашып, келесі видеосын күтіп, Асар менің қашан алады екен, жиналды ма екен деген сияқты үміттеніп, тез-тез жиналса екен, үйлі болса екен деп. Потому что у тебя нету свободы принятия, что ты ничего не можешь сделать. Бүйтіп қысылып отырсың да өзіңнің реш. Ол жарайды, Асарумеге жетті, жетпегені қанша? Мысалы, сіз қазір блог жүргізесіз, қаржылық сауаттылық туралы айтасыз. Бізде Қазақстанда әйел адамдардың арасында сұраныс бар ма бұл білімге деген? Өте жоғары. Өте жоғары. Мен көзім жеткенім, әйел адамдардың эмоционалды жаратылыс болғаннан кейін қаржылық сауаттылыққа негізі мұқтаждығы прям көрініп тұр да. Біріншіден. Екіншіден, әйел адам емес, вообще жалпылама бізде қазір кеше ғана статистика бойынша шықты, 17 қателеспесем қазір 17 миллиард халықтың обычный физлицолардың қарызы бар. Ол деген өте көп. Өте көп. Даже жаңа цифрасын қазір қателеспей айтып қою мүмкін. Адамдардың, в общем, басқаша айтсақ, 2/1 емес, каждыйында қарыз бар. Представляете, статистика начинается с единички, то есть 1, сколько-то, да? Почти каждый, любой, который имеет возможность, работающее население, у всех есть долги перед банками. Обязательно. А что это говорит? Это называется долговое мышление. Қарызға кірген адамдар, они встают в развитии, у него нет времени на развитие. Он сейчас работает за прошлое. Қарызын жабу үшін. Вот он на сколько лет взял, на столько лет он встал. Біле беріңіз. Енді я не говорю про долги про бизнес, потому что ол басқаша. Жаңа жұмысқа оборотқа алынатын ақшаны, оның несі системасы бөлек. Я имею в виду именно мынандай өзіңе аласың ғой. Также можно исключить ипотечное кредитование. Он жаңа тиімдірек дейсіз ғой, мысалға. Ипотечный бізде Қазақстанда экономикасына байланысты негізі енді болашақта айта алмаймын. 2000 жылға алған үйлер қазір уже банктағы қарзымен, пайызымен, бәрімен қосқанның өзінде үйлер қымбат болып тұр. Одан да қымбат. То есть, учитывая инфляцию, скорость инфляции, да, финансово-экономически правильное решение брать квартиры. У нас в Казахстане. Так экономика расположена. Бізде мемлекет тез құнсызданатын ақша, да, бізде. Содан кейін бізде ол ақшаны үйлерге құйып тастау, это правильное решение в момент кризиса. Если наша страна пойдет в сторону развития, да, Алла қалап бәрі жақсы болып, қарыздарымыздан құтылып, инфляциямыз азаятын болса, тогда дома начнут падать в цены. Как бы это такой обычная системная вещь, она везде в практике есть. И я говорю конкретно про кредиты обычные, потребительские. Про автокредиты оған да кіреді. Тойға, рассрочки, реды, техника, мынау алатын затын бәрі
в основном сол ғой, 90% сондай кредиттер. Не ипотечные займы, не бизнес займы, а большинство вот эти вот потребительских кредитов. Сол кредитті алған адамдар, они встают в развитии, им некогда заниматься развитием. Вот он на сколько лет взял, 1 жылға, 2 жылға, 3 жылға он встает на этот период, потому что ақшаның бәрі концентрируется на возврате этого долга. А алған нәрсесі оның развитиесіне пайдасы жоқ. Это может телевизор, это может быть машина, это может быть той, это может быть сумочка Louis Vuitton, некоторые продукты покупают, воруют. Вот это все, оно не дает прогресс ему, наоборот, только регресс. Және де соңғы енді 2 сұрақ болсын сізге. Дәл қазір көріп отырған көрермен болса, және оның қарызы болса, қалай тиімді тезірек осы қарыздан құтылуға болады? Бір финансист, қаржыгер ретінде бір сіздің рекомендацияларыңыз болса. Біріншіден шешім қабылдау, өзіңнің қарызың бар екенін мойындау. Бізде көп адамдар мойындамайды. Это на психологическом уровне непризнание своего долга деген болады. Ешкім білмейді. Біз мысалы бәріміз отырмыз, кімнің қанша қарыз екенін білмейміз, түр білдірмейміз ғой, сыр білдірмейміз. Бәріміз шетінен баймыз, бәрімізде Louis Vuitton бар, бірақ ар жағында то, что казахстанская статистика показывает, қазір любойыңызға қараңызшы, можете не сомневаться, практически у каждого есть долг. Но при этом біз сырттай білдіртпейміз. Почему? Потому что мы не признаем этот долг. А нужно признать, сіз ортаңызда қанша адам кездестірдіңіз, которые сказали, менің қарызым бар, өкінішке орай мен қазір счет төлей алмаймын, осындай жағдайдамын деген. Өте аз. А в первую очередь надо признаться в своей дееспособности. Надо признаться в своей долговой нагрузке. Да, в том, что сенде ол қарыз бар, и сен оны екінші этап ол шешім қабылдау. Мен қарыздан құтылғым келіп тұр. Бізде көбінде бір қарыздан құтылып екінші қарызға кіруге план тұрады оларда. Это они не білет қарыз екен, білет ондаймен өмір сүру қиын екен, бірақ өздерінде план тұрады. А басқаша қалай алам? Забудь, закрой дверь. Все, болмайды. Тіпті, знаете, кейде просрочканың, банктердің просрочка деген нәрсесі жақсы екен, да? Жауып тастайды. Бермейді. Сол керемет. Бірақ ол любой басқа бір жерден тауып алады. Ломбардқа кіреді, тағы. Ол да жаман нәрсе. Ол адам екіншіден өзіне шешім қабылдау керек. Мен қарыз енді алмаймын, осы қарыздан құтылуым керек, енді қарыз алмаймын деген кәдімгідей шешім қабылдау керек. Ондай адамға Аллахтың разылығы үшін істейтін болса, оған Аллах та көмекші. Қарызынан құтылам деген ниеттенетін болса, Аллах та оған асырып түсіріп, жаңа қарыздан құтылуға көмегін береді. Үшіншіден, қарыз берушілерден қашпау, олармен всегда быть на связи, олармен кәдімгідей келісіп, определенный өзіңіз табысыңызға қарай графикті, жаңа банк болсын, кім болсын, келісу керек. Қашпай, мен мысалы сізге қарыз болатын болсам, сізбен сөйлесіп, мен сізге осындай уақытта қарызыңызды қайтарам деп, қашпай жаңа сізбен шешімге келіп, сол шешімнен айнымау. Все? Эмоциональный покупка жасамау дейсіз қайтадан енді. Конечно. Ол шешім қабылдады ғой. Екінші этапта мен енді қарыз алмаймын, тек қана қарыздан құтылуға на вот этот период я настроен деп шешім қабылдаса, все, у него нету никаких эмоциональных покупок, у него холодная голова, он настроился больше так не жить. Фокусты қарыз жабуға қойды. Конечно. Және соңғы сұрақ болсын, жетістікке жеткен әйел сіз үшін ол қандай әйел? Жетістікке жеткен әйел? Успешная женщина. Какая женщина? Что у нее есть, мысалға? Сіздің ойыңызша. Ну, смотрите, мы же духовные люди. Да? Успех же не в материальном. Правильно? Успех Аллахты таныған әйелде. Аллахқа жақындаған әйелде. Это основа, вот как я же говорила вам про самооценку. Это вот есть основа. Но у нас иногда люди прям от крайности в крайности, да? Дым істемей, жаңағы тек қана құлшылықпен жүретін, енді өзім жеке басым танымаймын, но вот эмоционально они там некоторые так приводят, говорят, что зачем это все, дүниеге жабыспаңдар, тек құлшылық болу керек. Да, это все крайности. Это все крайности. Сейчас пример того, что вот идет война, и никто не может ничем помочь им. А были бы люди, не знаю, более умные, иманы, да, берег, я про правителей говорю сейчас, не про қарапайым халықтар, да, они бы нашли вариант для поддержки. И вот мы сейчас, ладно, это их проблемы, у нас внутренние сейчас, внутри свое, семейные, государственные проблемы есть, которые мы решить не можем. И вот успех, он зависит от набожности человека, и ол Аллахқа жақын болса, Аллахты дұрыс таныса, Аллахтың жолында білім жинаса, вот это самый главный успех. Все остальные успехи подтянутся сами собой. Главное, ол құлшылықпен қатар амалмен әрекетті алып жүру керек. Я думаю, это так. Рахмет. Біттік па? Көп рахмет сізге.